Петропавлдағы кей баспаналардың тұрғындары жылы сусыз 2 ай бойы отыр. Мұндай күйді Байтар Баян көшесінің нөмірі 7-ші үйде кешуде. Мамыр айының бел ортасында Петропавл жылу желілері серіктестігі пирамида сауда орнының маңында қазба жұмыстарын бастады. Құбырларды алмастыру жоспарланған 1 айға емес 2 айға созылды. Теплосети сказали, алғашында серіктестік маусымның 27-сіне дейін жұмыстарды аяқтаймыз деп айтқан. Алайда бұл дата шегеріле бастады. Енді мамандар шілденің 16 күні жылы суды қосамыз деп отыр. Мир көшесіндегі 258-ші үйде осындай мәселеге тап болды. Мұнда да ыстық су әлі күнге дейін берілген жоқ. Бізде ыстық су енді бізде май айынан бері жоқ. Уже жаз мінекей, уже июльдің ортасы болып қалды. Сол ыңғайсыз, бұл жердегі жұмысты енді тезірек бітірсе екен деп. Түске дейін ғана істейді екен де, сенбі жексенбі істемейді екен, сонымен осы жаққа созылып жатыр. Тіпті жергілікті Мөлтек ауданының тұрғындары құбырларды алмастырып жатқан жұмысшыларға барып шағымдарын түсірген. Олар өз кезегінде тиісті жұмыстарды тек сенбіге дейін атқарып отыр. Айта кеткен жөн, Петропавл жылу желілері серіктестігі Мир көшесіндегі бастаған істі шілденің 13-не дейін аяқтауды жоспарлап отыр. Продление сроков в основном это связано. Барлық жұмыстарды кестеге сай жүргізіп келеді. Бұл график серіктестігіміздің сайтына қойылған. Жұмыстарды бастамас бұрын арнайы тәжірибелер өткіземіз. Содан соң кірісеміз. Сондықтан суды қосу 1 айға шегерілуде. Қалада жылу құбырларының 65%-ның тозығы жеткен. Қала бойынша жылу желілерін жөндеу жұмыстары 10 учаскеде жүргізіліп келеді. Тілге тиек етсек, егер қалалықтар объектілердегі мамандардың салғырттығын байқаса, кәсіпорынның ресми сайтына шағымдарын жолдай алады.